Алаш құрбандарының рухына арналған қыршын қойылымының тұсаукесері өтті. Драматург Өтен Ахметтің шығармасы желісімен қойылған спектакльді Ақжол жастар қанатының әуесқой әртістері сахналады. Келесі бейнематериалда толығырақ. Сырт келбетіңе даусыңдан сияқты көрінген. Бетіңе тұмшалғаны қалай? Бауыр етіп қой! 20 ғасыр тағдырлары тәлкекке түскен таптап жаншылған қаралы кезең. Елімдеп еңіреген боздақтардың жан айқайы. Бұл қыршын қойылымның көрінісі. Спектакль бір адамның, бір отбасының басындағы қасіретті бейнелейді. Сол арқылы қараңғы заманға терең бойлайсыз. 34 жылдары кезіндегі мынау Мағжан Жұмабай, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ағаларымыздың көптеген өлеңдерін, кітаптарын жастарға насихаттағаны үшін ол кісілерді халық жауы деп қыршыннан қиған. Яғни 16-18 жастағы жастар, яғни сол елдегі өздер сияқты жастарды біліммен сусындатамын деп өздерінің басын қатерге тіккен азаматтар жайлы қозғалады бұл жерде. Жалпы енді біздің тақырыптың өзі айтып тұрғандай ақ қыршын, яғни олар жастай кеткен қыршындар. Режиссердің айтуынша бейбіт заманның ұрпағы бұл қойылымды көру арқылы алаш зиялыларының ерлігі мен ұлттық рухтың нәрін, ар-намыстың азығын сезіне алады. Бір ерекшелігі 17-18 жастағы әуесқой жастар сомдады. Көрермендер де олардың әртістігіне дән риза. Жаңа ғана шықтым, алған әсерім мүмкін емес тіпті. Жан дүнием осы жастармен бірге соғып тұрғандай, осы қазіргі жастардың бойында осындай рух, еліне, жеріне деген рух, кәдімгі сенімділік, тәуелсіздікке деген тағызым осындай спектакльдерден басталады деп ойлаймын. Әуесқой бұл жастардың спектаклі маған ұнады. Өйткені бұл жерде жас қыршын кеткен жастардың, яғни қазіргі жастарға деген ұлағатты өнегелі спектакльдерінің бірі болды. Үлкен үлгілі тәрбие беретін спектакльдердің бірі. Спектакльдің ұзақтығы 1 сағат. Келген көрермен бірдеммен қарап тарихпен сусындығы анық. Әйгерім Ашықбаева, Зелбай Нұрбай, Каспий ақпарат.